Сәлем барлықтарыңызға. Бұл сабақта ауыл олимпиадасы 2023-24 оқу жылында өткен математика пәнінен 9 сыныптар арасында іріктеу кезеңінің бірінші кезеңінің есептерін шығару жалғастырамыз. 24-ші есепке келіп едік. Мына жерде есептеу қажет екен. Мына жерде күрделі радикал берілген, соның дайын формуласы бар. Оны 17-ші есепті шығарғанда қолдандық. Енді ол дайын формуланы жаттау керек болады. Сондықтан ол формуланы жатқа білмейтін болсақ, қалай шығарамыз? Онда 17-ші есепті шығарған кезде айтып едік, сол екінші тәсілді қолданайық. Мына жерде мынаның бірінші 9 минус 4 түбір астында 5 деген. Түбір астында 5, енді 5-тің өзі жай сан, жай көбейгіштерге шектелмейді. Сондықтан мынаны қандай да бір а минус түбір астында 5 b-ның квадратына тең деп аламыз. Енді мына қысқаша көбейту формуласымен ашып шығатын болсақ, а-ның квадраты болады. Мына жерде тек қана b-ның орнында түбір астында 5 b тұрда минус 2 көбейтілген а болады. b-ның орнына түбір астында 5 b деп жазамыз. Және плюс b квадраттың орнында сонда түбір астында 5 b-ның квадраты, түбір астында 5-тің квадраты 5 болады, b-ның квадраты b болады екен. Енді осы жерден мына түбір бар жеріне теңестіреміз. Мына түбір жоқ жерлерінің қосылғыштардың қосындысын 9-ға теңестіріп, теңдеулер жүйесін алады екенбіз. Минустарын жазбай-ақ қояйын. 2 түбір астында 5 ab тең болады екен 4 түбір астында 5-ге. Және a квадрат қосылған 5b квадрат тең болады екен 9-ға. Мына түбір астылар қысқарып кетеді. 2 мен 4 қысқарса 2 болады екен. a-ны b-ға көбейсе 2 болады екен. Және a квадрат плюс 5b квадрат тең болады екен 9-ға. Енді 1 мен 2 немесе 2 мен 1 екені анық көрініп тұр. Мына жер бұл 2 бола алмайды. 2 болса 4 5-ге көбейіп 20 болып кетеді. Сондықтан a тең 2 болады екен. b тең 1 болады екен. 2-ні 1-ге көбейсем 2 болады. 2-нің квадраты 4 қосылған 5 көбейту 1-дің квадраты 1 қоссақ 9 болады екен. a-ның орнында 2 болды, b-ның орнында 1 болады екен. Мына жер a-ның орнына 2 қоям. Сонда a-ның орнына 2 минус b-ның орнына 1 болады. Түбір астында 5 көбейту 1, түбір астында 5-ті 1-ге көбейсем ештеңе өзгермейді. Сондықтан бұлай жаза салайын. Түбір астында 5 деп. Енді оның сыртында да тағы бір үлкен түбір бар, ол түбірден шығару қажет. Сонда оның орнына жазам 2 минус түбір астында 5-тің квадраты. Енді бұлай формула бар, түбір астында a-ның квадраты болса, ол тең a-ға болмайды, a-ның модуліне болады. Өйткені мысалға минус 3-тің квадрат тұрған болу мүмкін, минус 3-тің квадраты. Енді түбір мен квадрат жойылып кетіп, мына түбір астындағы санның өзі қалады дейтін болсақ, онда теріс санда шығып қалады екен. Ал сондай болмау үшін не істейді? Модульге алып қоюымыз қажет болады екен. Сонда мынадан шығады модуль ішінде 2 азайту түбір астында 5 болады. Енді мына модуль тастап жіберу үшін, модуль деген не? Мысалға модульдің анықтамасына қарайтын болсақ, a санының модулі a-ға тең болады, егер a 0-ден үлкен немесе тең болса. a санының модулі минус a-ға тең болады, егер a 0-ден кіші сан болса. Енді мына жердегі сан 0-ден кіші сан. Өйткені мына 2 деген түбір астында 4 деген сөз. Ал мына түбір астында 5. Кіші саннан үлкенін азайтып жатырмыз, сондықтан минус болып жатыр. Енді оны модульден шығарған кезде таңбасын алдына минус қою қажет екен. Минус 2 минус түбір астында 5
жақшаларды ашып жіберсек, сонда минус 2 плюс түбір астында 5 болады екен. Оны бұлай жаза салайын. Түбір астында 5 азайту минус 2, азайту 2 деп. Азайту минус болмайды, не азайту дейміз, немесе минус деп айтады екенбіз. Түбір асты 5 минус 2 болды. Мына жерге жазайын енді сон. Түбір астында 5 минус 2. Көбейту түбір астында 5 плюс 1 плюс 11 плюс 7 түбір астында 5. Мынаның барлығы тағы да бір үлкен түбірдің астында. Енді екі жақшаны бір-біріне көбейтіп жіберем. Түбір астында 5, түбір астында 5. Екеуін көбейтсем 5 болады екен. Плюс түбір астында 5-ті бірге көбейтсек, түбір астында 5 болады. Минус 2-ге көбейтсек, 2 түбір астында 5 болады. Минус 2-ні бірге көбейтсек, минус 2 болады. Плюс қалғандарын өзін жазып қояйық. 7 түбір астында 5. Барлығын үлкен бір түбірге аламыз. Тең болады. Енді сандарды қарайық. Сандар 16 минус 2 14 болды. 14. На түбір астында 5, минус түбір астында 5, плюс 6 түбір астында 5 болады екен. 6 түбір астында 5 болады екен. Осының барлығы тағы үлкен бір түбір астында. Осы жерін қайта жазып алайын, е. Түбірсіз жаза берейін. Мына сияқты жазып аламыз. 14 плюс 6 түбір астында 5 деп. Сонда ол қандай да бір а плюс түбір астында 5 б-ның квадраты болады. Сонда а квадрат плюс 2 түбір астында 5 а б плюс 5 б квадрат болады екен. Сонда 2 түбір астында 5 а б тең 6 түбір астында 5-ге. Мыналарды қысқартып жіберем. 3 болды, мына жерде. А-ны бұға көбейткен кезде 3 болады екен. Енді а квадрат плюс 5 б квадрат. А квадрат плюс 5 б квадрат тең болады екен 14-ге. А квадрат плюс 5 б квадрат тең болады 14-ге. Енді көрініп тұр мына жерде 1 мен 3 немесе 3 пен 1 көбейткен кезде 3 шығады. 3-ті қойсам мына жерге бұның орнына 9-ді 5-ге көбейтсем 45 болып кетеді. Сондықтан а 3-ге тең болады екен. 3 квадрат плюс 5 көбейту 1 квадрат тең болады 14-ге. Дұрыс, е? Сонда а тең 3 болды, б тең 1 болды. Мына жерге қояйын енді. А тең 3 плюс түбір астында 5-дің квадраты болады. Сонда мына жерде 5-дің квадраты, одан түбір шығарсақ, модуль ішінде 3 плюс түбір астында 5. Мына оң санның модулі өзіне тең. Оң санның модулі өзіне тең болады екен. 3 плюс түбір астында 5. Мына д деген жауап, дұрыс жауап болады екен. Сонымен мына есеп шықты. Сау болыңыздар.